Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Бүгін сізбен осындай бір кереметтей бір тағамның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осылай менімен бірге жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Және жасау жолы да қарапайым, оңай. Бұл тағам жасау үшін алдымен мен картопты тазалап, осылай турап, суға қайнатып пісіріп аламын. Сосын тауықтың төсеттігі қажет болады. Осы тауықтың төсетін майдалап көбеге етіп тураймын. Осылай бәрін турап алам. Сосын бір пияз, сәбіздің кішкене жартысы болса да жетіп жатыр. 2 бөлік чеснок керек. Осылай пиязды үлкен-үлкен етіп турап алам. 2 чеснок. Сәбізді де турап алам майдалап. Осылай турап алып, блендерге салып, майдалайтын боламын бәрін. Блендерге салып, үстіне шай қасықпен 1,5 қасық құрғақ укроп қостым. Егер сіздерде свежий укроптарыңыз болса, свежий укроп қоссаңыздар да болады. Осылай блендермен майдалап аламын. Сосын бір ыдысқа салып алып, екінші кезекте жаңағы турап алған тауықтың төсетінде блендерға салып майдалап алатын боламын. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай майдалап алып, жаңағы көкөністеріммен тауықтың етін араластырып, үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық приправа, 1 шай қасық тауық етіне арналған дәмдеуішті қосып, осылай бәрін жақсылап араластырып қойып қоямын. Сосын піскен картопымды картоп езгішпен езем. Келесі кезекте табаға осылай майды жағып, кейін осы жасаған тағамды табаға салып пісіретін болам. Тауықтың етін жаңағы блендермен езіп дайындап алған тауықтың етін осылай целлофанға кішкене ғана май жағып жіберіп, осылай жұқа етіп целлофанға жаямын. Оның үстіне картопты домалақ етіп, осылай домалақ күйінде қоямын да, целлофанмен жайлап ақырын ғана жинаймын. Формасын келтіріп, тура осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, өте дәмді болып, күшті болып шығады. Мінекей осылай формасын келтіріп аламын. Осылай бәрін түгелдей осылай жасап аламын. Менің немнен 6 штук шықты. Жаңағы тауықтың еті, картоп бәрінен 6 штук. Духовкаға салып 230 градуста жарты сағат пісіремін. Енді үстіне салатын сырды үкіштің жіңішке майда жағынан өткізіп дайындап аламын да. Пісіп дайын болған тағамның үстіне осы сырды салып, духовкаға қайтадан бір 5 минутқа салып алам. Ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз комментарий бөлімінде міндетті түрде. Мінекей мен тағамым дайын болды. Өте керемет. Осылай жасап көріңіздер. Және де бұл тағам жасауға көп нәрсе қажет емес қой, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жасау жолы да өте қарапайым, оңай. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыз. Менің болашақта шығатын жаңа рецепттерімді қарау үшін төмендегі подписация батырмасын басып қойыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Өте дәмді болып, күшті болып шығады. Ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Сау саламатта болыңыз.